Саламатсыңдар ма балалар? Бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз лепті сөйлем. Бүгінгі сабақта білетінің мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Ризамын бүгінге, ризамын ертеңге. Ризамын, ризамын, ризамын қазірге. Балалар, тағы да бір жол қайталап алайық. Ризамын бүгінге, ризамын ертеңге. Ризамын, ризамын, ризамын қазірге. Балалар, біз тақырып лепті сөйлем дедік. Лепті сөйлем дегеніміз не еді? Ережені естерімізге түсірейікші. Бірінші, сөйлем дегеніміз не еді? Сөйлем тиянақты ойды білдіреді, дұрыс айтасыңдар. Сөйлем мағынасына қарай, айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар, 3-ке бөлінеді. Хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және лепті сөйлем. Ал енді балалар, лепті сөйлем дегеніміз не? Дұрыс, өте тамаша. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейміз. Лепті сөйлем қалай айтылады? Көтеріңкі, ренжулі айтылады екен, Тамаша. Олай болса 16-шы жаттығуда осыны мән беріп қарайық. Өлеңді түсініп оқимыз. Өлең қалай аталады? Қазақстан картасы деп аталады екен. Алматы жері жайсаң облыс, Ақтөбе өлке, ақ тарысы мол ырыс. Атырау мол Қазақстан мұнайлы, Жамбыл жайлау қазыналы шырайлы. Жезқазған кен бұзылмаған қаймағы, Көкшетау көп көгілдір көл аймағы. Қарағанды қара алтынның қоймасы, Қостанай құт қызыл бидай қамбасы. Қызылорда күрішті сыр сағасы, Орал көне Ақжайықтың жағасы. Өскемен өр шығыста Алтай аясы, Павлодар қара ертістің саясы. Қызылжар солтүстігім орманды, Семей аңыз Шыңғыстаудай қорғанды. Талдықорған жер жанатты көп баяғы, Ақмола арқада астық алқабы. Шымкент ыстық оңтүстігім мақталы дейді. Өлеңнің авторы кім екен балалар? Ермек Өтетілеу. Ал енді өлең неліктен Қазақстан картасы деп аталып деп ойлайсыңдар? Қазақстан картасында осы біздің басты қалаларымыз және ондағы өнімдер физикалық картада барлығы да көрсетілген. Келесі жаттығу балалар, 17-ші жаттығуды қараймыз. 17-ші жаттығуда жұмбақты қатесіз көшіріп жаз, шешуін тап дейді. Бір жерінде жаз, бір жерінде күз, бір жерінде қыс, бір жерінде көктем, керемет алып неткен. Жұмбақтың шешуі, дұрыс айтасыңдар, карта. Ал енді осы жерде керемет алып неткен деген сөйлемнің соңына қандай тыныс белгісі тұр? Еп белгісі неліктен қойылып тұрғанын айта аламыз ба? Сөйлем қалай айтылып тұр? Дұрыс айтасыңдар, керемет алып неткен, мақтаныш сезімменен айтылып тұр. Адамның көңіл күйін білдіріп тұр бұл жерде. Рахмет балалар. 18-ші жаттығу. Суретке қара және мәтінді оқы дейді. Суретке бірінші қарап алайықшы. Қызға ат қойып алсақ та болады. Қыз тұқым сеуіп атқан сияқты.
Ол көктеп шықты. Оған су құйып баптап, енді міне гүл, түймедағы гүлі жайқалып өсті. Яғни бұл жылдың қай мезгілі деп ойлайсыңдар балалар? Дұрыс айтасыңдар, көктем мезгілі. Олай болса, мәтінді оқиық. Көктемде қыздар гүл тұқымын септі. Ұлдар раушан және жауқазын гүлдерін отырғызды. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Балалар оларға күтім жасады. Жазда алуан түсті гүлдер жайқалып өсті дейді. Балалар, біз білеміз, мәтін неше бөліктен тұрады? Дұрыс айтасыңдар, басы, ортасы, соңы болады. Яғни мәтін неше бөліктен құралған? Мәтін, дұрыс айтасыңдар, 3 бөліктен құралған. Енді осы екінші және үшінші бөліктерін өз сөйлемдерімізбен толықтырып, ол үшін суретті және керекті сөздерді пайдаланып, мәтінге ат қояйық. Керекті сөздер: суғарды, арам шөптерді жұлды, гүл шоқтарын жасады, 1 қыркүйекте мұғалімге сыйлады деді. Кәні екінші және үшінші бөліктерге осы керекті сөз тіркестерін, сөздерді қойып оқысақ болады. Біраздан соң өсімдіктер көктей бастады. Балалар оларды суғарды, арам шөптерді жұлды. Жазда олар алуан түсті гүлдер жайқалып өсті. 1 қыркүйекте мұғалімге гүл шоқтарын жасап сыйлады деп қорытынды жасауымызға болады. Мәтіннің қорытынды бөлімін дәптерімізге жазамыз. Мәтін жазғанда балалар, мәтіндегі жазуды көлбеу, жұмыс сызықтарын толтырып, әріптердің аяғын жоғары көтеріп, сұлу көркем етіп жазамыз. Және осы мәтінге ат қоямыз. Оны сендер маған SMS арқылы жазып жерсеңдер болады. Ал мәтіннің тақырыбы дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыңдар. Мәтіндегі негізгі ой. Балалар, мынау кестеден облыс қалаттарын табайық. Біз жаңағы өлеңімізде, Ермек Өтетілеуовтың өлеңінде, Қазақстан картасы өлеңінде бірнеше қалалардың, біздің басты қалаларымыздың атауын айттық. Ал енді осы кестеден қандай қалалардың атын біз құрастыра алады екенбіз? Дұрыс балалар. Шымкент, жарайсыңдар. Қостанай, тамаша. Алматы, керемет. Тағда бар ма? Тағда қаны іздейміз. Қарағанды. Енді Көлдідеңнен іздейік. Орал. Тағда Ақтау. Қараймыз, іздейміз. Міне балалар, біз бірнеше қаланың аттарын, қандай қалалардың аттары кездесті? Шымкент, Алматы, Ақмола, Қарағанды, Орал және Ақтау. Тағда бар ма екен балалар? Рахмет балалар, сендер кестені қарап қалаттарын жаттауда өте ерекше ұқыптылық, ықтияттылық, алғырлық таныттыңдар. Балалар, үйге тапсырма. Өлеңді, Қазақстан картасы өлеңін мәнерлеп оқуға бейімделеміз. Және 18-ші жаттығудың 3-ші бөлімін көшіріп жазамыз. Керекті сөздерді мәтіннің соңында тұр, қажетті сөздерді аламыз. Және мәтінге ат қоямыз. Рахмет балалар.
Бүгінгі сабақта бәріңнің қолыңнан келді деп ойлаймын. Біздің сыныпта бәрін үлгермейтін, болмаса қолынан ештеңе келмейтін оқушылар жоқ. Бәріңе рахмет, алғыс. Өте жақсы сабақтар, белсенділіктерің үшін. Рахмет, сау болыңдар.